Қайырлы күн, құрметті оқырман қауым. Кітапханамызда Халықтар достығы татулық мекені атты тарихи таным сағатымызды назарларыңызға ұсынамыз. Қазақ жері ата-бабамыздың қоныстанып мекен еткен жері, кіндік кесіп өсіп өнген жері. 1991 жылы көк байрағы желбіреген тәуелсіз ел болдық. Ата заңымыз, ел таңбамыз, туымыз, әнұранымыз бар. Өз валютамыз теңге тұрақтылыққа ие болды. Еліміздің тұңғыш президенті болып Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев сайланады. Әр адамның туған жері бәрінен де қымбат. Өйткені ол сол жердің топырағында өсіп, суын ішіп, ауасымен тыныстайды. Табиғатпен бірге қайнасып, адам болып қалыптасады. Кең байтақ Қазақстанда 130-дан астам ұлт өкілдері тұрып жатыр. Әрине бұл қазақ халқының ұлылығынан, халқының пейілінің кеңдігінен басқа да ұлт өкілдері тұрып жатқан жай бар. Қазақ осы дала дейтін, күн дейтін, қазақ осы өнер алды тіл дейтін, қазақ осы қарасың ба, ақсың ба, қоңырсың ба, жатыр қауды білмейтін деп Қадыр Мырзалы ағамыз жырлағандай, ұлы қазақ даласында басқа ұлт өкілдерінің бір шаңырақтың астында татулықта, сыйластықта өмір сүріп келгені бәрімізге де мәлім. Бүгінгі күнде Қазақстанда тұрып жатқан басқа ұлт өкілдеріне деген сыйластығымыз, құрметтілігіміз, парасаттылық пен имандылығымыздың айғағы. Қазақ халқы өз тарихында көптеген қиын да азапты кезеңдерді басынан өткізе отырып, түнерген түнді жара шығыстан жарқырап атқан таңдай болып, тәуелсіз таң атқандықтан алдыға нық баса адымдауда. 1995 жылы Қазақстан Республикасының президенті Қазақстан Халқы Ассамблеясын құрды. Ассамблеяның құрамына 33 ұлттың өкілдері саналатын 320 адам енген. Ассамблеяның өкілдері бастауымен Қазақстанда 621-ге жуық этномәдени ұйымдар жұмыс істеуде. 2005 жылы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқына жолдауында былай деді: біз ұлтына, діни наным, сенімдеріне қарамастан әрбір Қазақстанға салт дәстүр, мәдениет пен дінді таңдауға ерік беретін еркін әрі ерікті қоғамның негіздерін нығайтуға тиіспіз. Осы жолдауын басшылыққа ала отырып Қазақстанда тұратын 130-дан астам этнос мемлекетіміздің өсіп өркендеуіне бір кісідей үлес қосуда. Кім білмес қазағымның қою шайын, жал жая қазы қарта құртпен майын, ақ тілекпен әрбір келген қонағына құрметпен шығаратын төр дайын. Келіңіз, ұсынамын төрден орын, досым деген адамға міне қолым. Әр қазақтың жүрегінде осы тілек, адамзат оң сапарда болсын жолың деп ақын жырлағандай, қазақ әр қашанда қонақжай, адал, өте қарапайым халықпыз ғой. Иә, қазағым аман болса екен. Мынау дүние жүзін жайлаған індеттен аман болсақ екен. Індеттің беті тезірек қайтып, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын деп тілек айтқым келеді. Осымен сөзімнің соңын аяқтағым келеді. Жақсылықта кездескенше күн нұрлы болсын.